Сәлем, сіздермен айыру. Бүгін өте дәмді ауызда еритін сметанник жасаймыз. Ол үшін бізге песочное тесто керек болады. Оған бәріміз білетіндей ұн, сары май, қант, жұмыртқа, разрыхлитель ғана керек. Ең алдымен құрамыздың құрғақ қоспаларын араластырамыз, яғни 130 грамм май мен 230 грамм ұн. Артынан бір жұмыртқа мен қантымызды бөлек тыста араластырып алып, бетіне құямыз және бәрін араластырып, бір келкі әдемі қамыр елейміз. Қамырымыз бір келкі сап-сары әдемі болып шығады, қолға жабыспайтындай қылып. Осы уақытта салмасын дайындаймыз. Салмасына 20% қаймақ, 2 жұмыртқа және қант керек болады. 400 грамм қаймаққа 2 жұмыртқа және 80 грамм қант керек болады. Бұлардың бәрін жақсылап тұрып қолымызда осындай лопаточка болмаса вилкамызбен араластырамыз. Миксерлемейміз, себебі іріп кетеді. Миксерлеуге болмайды. Қолмен әдемілеп бір келкі етіп салмасын дайындауға тырысамыз. Мен араластырған жерімді видеоға түсіруге ұмытып кетіппін, ренжімейсіздер. Осылай дайындап аламыз. Формаға жақсылап тұрып қамырымызды орналастырған соң, сол форманың бетіне осы салмамызды құямыз. Духовкада бұл 180 градуста 25-30 минутта дайын болады. Дайын болғанын былай көресіздер, салмасы желе сияқты бұлқылдап тұру керек. Сол жерде шығарамыз және толықтай суығанын күтеміз. Ал шай ішіп дәмділетіп отырыңыздар, ас болсын сіздерге.